Абай тек қазақтың ғана емес, бүкіл шығыс халықтары әдебиеті мен мәдениетінің шамшырағы. Абай кестелі сұлу сөздің иесі, көркем әдебиеттің темір қазығы, өшпейтін жарық жұлдызы. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, бес дұшпанның білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз, ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Балалар, біз қазақтың ұлы ақыны Абай атамыз туралы ой бөлісеміз. Әрбір жас ұрпақ кішкентай кезінен бастап Абай атаның әнімен сусындап жырларынан нәр алып келеді. Олай болса, біз дайындық жұмыстарымызды Абай атаның қара сөздерін, өлең жырларын және арнау әндерімізді айтып жаттығайық. Надандықты түйреп өткір сөзіңмен, адалдығын өлеңіңнен сезілген, қазағыма нұрын шашқан көзіңнен, көп ғибадат алдық ата өзіңнен. Ұрпағына айтарың ата мол екен, ұққан сана ең дұрысы сол екен. Сіз бастаған соқпақ қазақ жұртыма болашаққа апаратын жол екен. Ғасырлардан асты міне талай жыл, өз мініміз қасымызда қарай жүр. Қайда барса қалмай бізбен күнделік, ақыласқандан атам Абай жүр. Қыран бүркіт не алмайды салса баптап, жұрт жұрғыл күйген таймен қарға сақтап, қыран шықса қияға жібереді, оларда екі құсын екі жақтап. Қарқылдап қарға қалмас арт жағынан, күйген тайы үстінде шықылықтап, өз алмайды қыранға алдырмайды, күні бойы шабады бос салақтап, тиіп шығып ұзақып ұстатпаса, қуанар елері сондар жақтап. Не таптық мұныменен деген жан жоқ, күні бойы күпілдер құсын мақтап, басқа сая шаңға олжа дәнеме жоқ, қайран ел осынымен жүр далақтап. Осы қымыз қазаққа, мақтаның ба, асың ба, қымызды баса артыңда, ет даярма қасыңда. Бойыңа сіңіп өрт болған қызба бастық жасыңда, қызылшыл семір жас қымыз, бір үлкен борыш басыңда. Жуасты мінже айран іш, жоқ немеге шантылма, ұры залым құларға, нысан аға шаншылма. Жылқыны аңдып ұры жүр, әр төбеннің тасыңда, ой көзіммен қарасаң, қойдан жылқы асылма. Мақтанға бола жиям деп, жылқы үшін жұртқа басырма. Қымыз семіз дегенің бір мақтау ғой жасырма. Мақтан қума, керек қу, ойсыз дарға қосылма. Қойында ақша қолда қой, күзетке оңай шошынба. Абай, кішкене деміңді алып, мына қымызыңды ішіп ала ғой. Қымыз ішіледі ғой, апа. Жаңадан бір ән туындап отыр еді. Сол әнімді бүгін аяқтасам ба деп едім. Не дейді шырағым? Абай тағы да бір ән жазғалы отыр екен. Не дейсің? Абай тағы да бір ән жазғалы отыр екен. Айналайын, Аллам жар болсын өзіңе. Тіл көзден аман болғай. Рахмет әже, сіздің батаңызбен көгеріп келе жатырмыз ғой. Абай, сенің бұл жазған әндеріңді қазақ даласына кім таратады? Біздің халқымыз ерекше дарын иесі ғой, апа. Жастар бір естіп алса болды, біріне бірі таратады ғой. Бұрынғы әндер сияқты бұл әнімде қазақ даласына тарап кетуіне мен кәміл сенемін. Әне, өздері де келе жатыр. Қош келдіңдер шырақтарым. Амансыз ба апа, денсаулығыңыз жақсы ма? Шүкір айналайын, шүкір.
қымыздан ала отырыңдар. Абай аға, сізбен арнайы сәлемдесуге келдік. Рахмет шырақтарым, қадамдарыңа нұр жаусын. Рахмет, рахмет. Абай аға, бұл жолы бізді немен қуантпақсыз? Мынау бір шумақтармен танысып көріңдерші. Қарындасым, әндетіп оқып бере ғой. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Қандай керемет, тамаша. Ендеше не отырсыз? Осы әнді ауыл жастарымен бірге шырқайық. Ауыл жастары Алтыбақан маңында жиналып отыр. Жүріңіздер, осы әнді сонда барып шырқайық. Аға, бізге бата беріңіз. Еліміздің болашағы жастар өздеріңсіңдер. Олай болса, сендерге бата берейін. Әмин. Өнерлерің өрге жүрсін. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Өте биік самғаңдар. Әмин. 18-ші қара сөз. Адам баласы жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм сол киімін былғап-былжыратпай кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киініп, не киім артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмаққа кербездің ісі. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Адам баласы мұны бір ойламасын, бір ойласа қайта адам болмағы қиын іс. Тегінде адам баласы адам баласынан ар, мінез, ғылым деген нәрселермен озбақ, онан өзге нәрселермен оздым ғой дегеннің бәрі де ақымақтық. Слово 18. Человек должен одеваться скромно, содержать одежду в чистоте, быть опрятным. Тратить на одежду больше, чем позволяют средства, обременять себя излишней заботой о внешности могут только щеголи. Все это нелепо и стыдно. Пусть никто не увлечется этой блажью, иначе трудно будет ему вернуть истинно человеческий облик. Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью и хорошим нравом. Думать, что можно возвыситься иначе, может только глупые. The 18th world. Clean and suitable clothing suits the man. It's bad when he doesn't look after himself and his clothes are dirty and wrinkled. But it's even worse when the person has a passion to dress beyond his means and he flaunts his idea. There are two categories of genius. Some just monitor their appearance, care for the face, paint the eyebrows, continually fix the merchant beat and like fleece, play their ears and fingers. Ахмет Байтұрсынұлы 1913 жылы Қазақ газетінде жарияланған Қазақтың бас ақыны мақаласында Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев онан асқан бұрынғы соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ деп жазды. Одан бері міне бір ғасырдан астам уақыт өтсе де ұлт ұстазының бұл сөздері өзектілігін жойған жоқ. Сол сөздерді дәл қазір айтқан болса да қателеспес еді. Абай жырламаған тақырып жоқ десе де болады. Білім, ғылым, өнер, еңбек, табиғат, махаббат, тағы да басқа көптеген әлеуметтік мәселелер ақын шығармаларында көрініс табады. Абай мұрасын кейінгі ұрпаққа жеткізу ол біздің басты міндетіміз. Осы жолдарда ұстаздарға үлкен жауапкершілік артылады. Осы мақсатта ауданымыздың Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай бастау алған таным мен тағылым ол челленджін үлгілі орта мектебінен қабыл алып, Дихан тірек мектебіне жолдаймыз.